Өмір туралы. Өмірің босқа кетпесін. Өмір жаратушының адам баласына берген шексіз нығметі әрі сынағы. Нығметі дейтініміз, сіз осы өмір арқылы Алланы танисыз, айналаңызды танисыз, құлшылық жасайсыз, жаман мен жақсыны үйренесіз. Бір сөзбен айтқанда, Алланың сүйікті құлы болуға әрекет жасайсыз. Ал сынағын айтар болсақ, ол өте ауыр, әр сәтіңізге қалай өткеніне есеп бересіз. Алла өзінің рахман, рахым, әділ сипатымен барлық адамға өмірді тең дәрежеде берген. Біреуге артық, біреуге кем бермеген. Әр адамның еншісінде 24 сағат бар. Адамдар осы өмірді тиімді пайдаланса, әрине алға қойған мақсатына жетеді. Алайда кейбіреулер өз өмірінің қадір қасиетін тиімді пайдалана алмай жатады. Бос нәрселермен өткізіп, не өзіне, не өзгеге пайдасын тигізе алмауда. Шындығында өмір жүйелі түрде өмір сүру үшін берілген. Қайта айналып келмейтін үлкен мүмкіншілік. Өміріңді түзете алсаң, сонда ғана барлық берекеге қол жеткізесің. Әрбір мұсылманның өмірдегі мақсаты Алланың сүйікті құлы болу, бастаған ісі берекеге ұласып, табысқа кенелу, қоғамға пайдалы адам болу, балалары үшін мейірімді әке, ата-анасына мейірбан перзент, жарына сүйікті адам болу. Мұны қаламайтын, армандамайтын адам кемде кем шығар. Алайда сол мақсатқа жету үшін біз қаншалықты күш жұмсаудамыз. Адамның орташа жасы жайында пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде үмметінің жасы 60 пен 70-тің арасы және кейбіреулер ғана бұл жастан асады деп сипаттап кеткен екен. Егер адамның орташа ғұмыры 70 жас дейтін болсақ, бұл дегеніміз 70 жыл деген сөз. Сол 70 жыл адамдар үшін асуы биік белес болып көрінуі мүмкін. Алайда 70 жыл 840 ай, 3640 апта, 25550 күн екен. Сондықтан өмірімізді бағалап, әр күнімізді әсемдейік.